أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قدر من جماعات бүгінгі келіп жеткен аятымыз ол Ниса сүресінің 87-ші аяты Бисмиллахир-рахманир-рахим الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا صدق الله العظيم Allah Тағала бұл аятта былай дейді Алла бір, одан басқа ешбір тәңір жоқ әлбетте сендерді күмәнсіз қиямет күнінде жинайды Алладан артық кімнің сөзі тура бола алады деп аятта баяндалады Яғни осы аятта қиямет күні бүкіл жаратылысты махшар алаңында жиналатындығын айтқан. Алла Тағала қасам ішіп айтады. Ла яджма'аннакум сендердің ешқандай күмәндарың болмасын, сол махшарда жиналатындарыңа деп қатты ескертеді. Махшар дегеніміз ол сондай алаң, Адам алейхиссаламнан бастап қиямет күніне дейінгі өмір сүрген адамдардың барлығы сол алаңда есеп беру үшін жиналады екен. Ол жерде адамдар ешқандай киімсіз анадан туғандай кейіпте жиналады екен. Сонда Айша анамыз радиаллаху анха пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сұрайды екен: "Я Расулаллах, сонда адамдардың бәрі бір-бірінің әуреттеріне қарай бере ма?" деп. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан екен: "Ол жерде ешкімнің бір-біріне қарайтындай жағдайы болмайды. Ол сондай ауыр күн. Адамдардың бәрі арасында ол жерде сондай уайымда, қайғыда жағдайым не болар екен деп сондай қиыншылықта болады екен." Бұл ауыр күн жайында Абаса сүресінде де Алла Тағала келтіреді. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Яума яфиррул мар'у мин ахи. Сол күні адам баласы өзінің бауырынан безеді деді. Тіпті өзінің анасы уммихи ва аби, анасынан да, әкесінен де, ва сахибатихи ва бани, жан-жары мен бала-шағаларынан да бас тартатын кез болады екен. Яғни бұл күннің сондай ауыр болатындығын Алла Тағала ескертіп айтып жатыр. Бұл күні Алла Тағаланың әділдігі орнап, ешқандай пендеге зұлымдық жасалмайтындығы жайында айтылған. Қандай да перде іс істесе, оның қарымтасын алады деді. Бұл жөнінде Зілзала сүресінде де Алла Тағала айтады. Бисмиллахир-рахманир-рахим. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَلَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Кімде-кім зәрредей болса да, яғни шаңның тозаңындай болса да, жақсылық істейтін болса, онда оның сауабын көреді деді. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَلَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ал кімде-кім зәрредей жамандық істейтін болса, оның да жазасын алады деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның тағы да бір хадисінде адам баласы махшар алаңында мына үш нәрсесі анық болмайынша жағдайы белгісіз деді. Біріншісі амал дәптері, оның оң жағынан беріле ме, жоқ сол жағынан беріле ме. Екіншісі мизан таразысында, оның сауапты амалдары жақсы бола ма, басым бола ма, жоқ әлде күнәлі істері басым бола ма. Үшіншісінде сират көпірі. Пенде бұл сират көпірінен қалай өтеді, сүріне ме, сүрінбей ме. Міне осы үш жағдайдан жақсы өткен адам қандай бақытты адам деп Алла елшісі айтқан екен. Енді қайта тірілу кезеңіне бүкіл момын мұсылмандарға сенуі, иман келтіруі уәжіп болады. Бұған сенбей күмәнданған адам, күмәндану ол күпірлікке апаратын амалдардан екен. Пайғамбарымыздың кезінде де сондай бір кісі болған екен. Есімі Убай ибн Халаф. Пайғамбарымызға келіп, қолына бір сүйекті ұстап: "Я Мұхаммад, Алла Тағала мына шіріп кеткен сүйекті тірілтеді деп ойлайсың ба?" деп қолымен үгітіп тастайды екен. Сонда пайғамбарымыз: "Ябхасука ва юдхилука ан-нар."
сені тірілтеді және де тозаққа кіргізеді деп қатты ескерткен екен. Қайта тірілу жөнінде Тоха сүресінде де Алла тағала былай дейді: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Минха халақнакум ва фиха нуидукум ва минха нухриджукум тарatan ухра. Сендерді сол топырақтан жараттық, және де соған қайтарамыз, яғни топыраққа қайтарамыз. Кезі келген сәтте сол топырақтан қайтадан шығарып аламыз деп Алла тағала аятта ескертеді. Жақсы амалдарымыздың көп болып, махшар алаңында жүздері жарық болған пенделерден болуды баршамызға нәсіп етсін. Ахир дағуана алхамдулилlah.